Адал азамат мемлекет тірегі. Бірлік пен ынтымақ басты құндылық. Биыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылғанына 30 жыл толды. Осы уақыт ішінде ассамблея қоғамдағы тұрақтылық пен келісімді нығайтуға өлшеусіз үлес қосты. Еліміздегі бірлік пен теңдіктің, тұрақтылық пен тыныштықтың символына айналды. Этносаралық қатынас саласындағы теңдессіз қоғамдық институт ретінде танылды. Соның арқасында Қазақстанда бейбітшілік пен келісімнің қайталанбас үлгісі қалыптасты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бұл туралы Қазақстан Халқы Ассамблеясының 34-ші сессиясында айтты. Ассамблея қоғамдық ұйымдармен және институттармен тығыз байланыста жұмыс істеп, еліміздің ішкі саясатын жүзеге асыруға белсене атсалысып келеді. Осылайша мемлекет пен қоғам арасында сындарлы әрі жемісті сұхбат, яғни диалог орнатуға ықпал етуде. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 12 мүшесі ұлттық құрылтай құрамында табысты еңбек етіп, елдік бастамаларға өз үлесін қосып жатыр. Ассамблея құрылымында 4 мыңнан астам қоғамдық ұйым жұмыс істейді. Бұл ұйымдардың мақсаты бұл азаматтарды елдік маңызы бар жұмысқа тарту, яғни ортақ іске жұмылдыру. Мысалы, ақсақалдар кеңесі мен аналар кеңесі отбасы институтын нығайтуға, жалпы ұлттық құндылықтарды дәріптеуге атсалысып, ауқымды жұмыс жүргізуде. Ассамблея жастары ұйымы мен оның құрамдағы студенттік ассамблея, жас ғалымдар клубы, жаңа толқын жобасы сияқты құрылымдар нағыз бірлік пен ынтымақ, отаншылдық пен азаматтық жауапкершілік мектебіне айналды. Осы қозғалыстардың әрқайсысы елімізде жаңа қоғамдық этиканы орнықтырып, адал азамат қағидатын насихаттауға елеулі үлес қосып жатыр. Сондай-ақ ассамблея таза Қазақстан идеясын жан-жақты дәріптеп келеді. Қазақстан беделді халықаралық рейтингтердегі қауіпсіздік индексі бойынша айналамыздағы көптеген мемлекеттердің бәрінің дерлік алдында тұр. Ал заң үстемдігі индексіндегі тәртіп пен қауіпсіздік көрсеткіші бойынша 142 елдің ішінен 43-ші орынға табан тіреді. Мұның бәрі Қазақстанда жайлы әрі өмір сүруге қауіпсіз аумаққа айналдыруға бағытталған күш-жігердің нәтижесі. Осы ретте ассамблея бүгінде қоғамдық келісімнің бірегей инфрақұрылымын қалыптастырған қуатты тармақтары бар институтқа айналды. Жер жүзінде мұндай бірегей ұйым құра білген мемлекет кемде-кем. Ассамблеяның арқасында еліміздегі барлық этнос Қазақстандағы оң өзгерістердің бел ортасында жүр. Бірлік ұғымы қазіргі дүние жүзіндегі тұрақсыз жағдайда аса маңызды. Әлемде, әсіресе біздің айналамыздағы кейбір елдерде не болып жатқанына бәріміз куә болып отырмыз. Сондықтан шын мәнінде бірлік бар жерде ғана тірлік бар. Бұл ақиқат, деді президент. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.